Сәлем достар, мен бүгін кішкене Қытай цифрлар қалай жазатынын айтып бермекшімін. Енді қазір қазақ ұлтының арасында енді көп адамдар Қытай десе ат-тонын ала қашатындар да бар. Содан кейін мысалға сен Қытай тілін оқытам десең, ойлаймын да, кейбіреулер сөйтіп жаңағы өзіңе тарпа бас салуы да мүмкін. Сен біздің ата бабамыздан қазақша тілін үйретіп жүрсің деген сияқты. Енді бұл өмір ғой, өмірден ешқандай қашып құтыла алмайсың. Ал өмір болғаннан кейін көршің болады. Көршіңмен де жақсы тұруың керек. Жақсы болмаса да сіз біз деп жүре беру керек. Бір жағынан көршіңді жақсы білуің керек. Бірақ бір жағынан қазіргі киіп жатқан киімдері мынау бүткіл елдің, бүткіл дүние жүзі арзан киім, аяқ киім, бас киім, көрпе, мата, одан басқа талай зауыт, станоктар, құрылғылар, телефондар бәрі Қытайдан келіп жатыр. Сондықтан тіпті Қытайды зерттеу керек, Қытай тілін оқу керек, білімдар болу керек. Сондықтан осындай бір кіріспеден бастап айтпасам, бір түрлі сияқты жаңағы бір жаудың тілін үйретіп жатқан сияқты. Мейлі не де болса да бастайық. Қытай тілі туралы енді көп айтуға болады да, бастама. Бірақ жаңа айтып кеттім, мынау цифрларды қалай жазу керек екен, соны айтып берейін деп. Негізінен олар мынандай араб цифрларында қолданады. Мынау бір дегенді былай таяқша ретінде, екі дегенді былай жазады олар. Қазір мен оны кішкене тағы да түсіндіріп өтемін. 3, 4, енді 5. Мен енді ішілей ұқсата алмаймын олардың жазуына. 7, 8, 9, енді 0 өп келеді. Сол кездегі айтпағым, неге мынандай бір ілгешегі жоқ, біздікі сияқты қылып жазбайсың десе, олар бұны түсінбейді. Бұны 7 деп түсінеді мынандай. Сондықтан қытайшаның өзінің жазу мәнісі бар да. 2-ні көбінесе біз мынаяқтан орам жасап алып келіп, содан кейін мынаяқтан мынандай осылай да жазатын екіліктер бар. Мынаны түсінбейді, бұл не пәле дейді. Сондықтан мынаны көріп, бұлайша мынау қарапайым түрге келтірген сияқты. Сондықтан аса мынандай күрделі қылып жазудың қажеті жоқ оларға. Мысалға телефон жазып бересің ғой, ой, телефон соқпай кетті, не болды? Нөкпеледі ма деп жүрсең, сен әңгіме мына түсінбеуінде, сен арабша жазып берсең де олар түсінбейді. Өздерің жазу мәнісі бар. Сондықтан міне соны айтайын дегенім осы. Бұл араб цифрлары. 3 дегенді біз мынандай зыға ұқсатып, мына жерін үшбұрышты қылып жазсаң, оны да түсінбейді. 4-ті бүйтіп жазсаң, мысалға, бұларға 4 міндетті түрде мына құйрығы деп отыр, мына не кесіп өту керек мынау.
бір-бірін. Сол кезде 4 болады. Әрі қарай кетейік. Енді 5 ұқсас. Бірақ 10 да байқау керек та. 6-ның мынандай былай маймылдың құйрығы ма, әйтеуір құйрық сияқты бүйтіп келген 6-ны жаза көрмеңдер. 10-да түсінбейді, мынау не пәле деп. 7 біз көбінесе мынандай міне жағынан жалау желбіретіп тұрып, содан кейін мынандай 7 жазамыз. Бұны да бұлар түсінбейді, бұл 4 та деп қалады. Енді бұл таңсық қой оларға. Біздің жазуымыз. Сондықтан мынау 7, мынау түрі мынандай олар. Енді мынау шлей ұзын қылып жүрмін, бірақ мынандай 7-сі олар. 8 енді ұқсас, оның ешқандай күмән жоқ. 9-ның да мынау былай құйрығы бүйтіп жазамыз ғой кей кезде жаңағы. Енді шлей нетіп кетті. Мейлі. Бірақ құйрықтан абайлаңдар. Сөйтіп 0-0 болады. Міне осы араб цифрларымен осылай жазылады. Сондықтан егер телефондарың берсеңдер, немесе олардың телефондарын енді жөндіп мұқият болыңдар дегенім ғой. Міне енді оны тоқтатып өздерің негіздеймін да. Ал енді мына өздерің жазуына келетін болсақ. Мынау иероглиф дейді ғой, иероглиф. Бір енді мынандай бір сызықша. Ешли майда болып кетті ма? Кішкене үлкендеу қылып жазайшы. Мынау араб цифрларын түсінуге де болады, бірақ мынау енді кішкене үлкендеу қылып жазу керек енді. Мына жерге бірге тігінен қойсаң біздің бірге ұқсайды ғой. 2 дейді, мына 2. Бұны енді 2 екен белгілі болып тұр ғой, мына 2 болып тұр. 3 дейді, мынандай 3. Бұл да біздің 3-ке ұқсайды бұлай. Қоссаң. Енді жаттап аламын десең да. Мейлі әрі қарай. Өшіріп тастайық енді. Біздің шимағымызды. Ал әрі қарай жылжимыз, әрі қарай 4 дейді. Мына 4. Мынандай 4. Бұл 4 бұрыш дейді. 4 бұрыштың ішінде мынандай бір бала бар. Мына еңбектеп жүрген бала 4 бұрышқа қамалып қалды деген сөз. Ол бала екен қалай. Мен мынадайда жазу бар да, мына 2-ге бүйтіп келеді. Соң еңбектеп жүрген былай бала қылып, жаңағы мынадай басын, міне еңбектеп жүрген бала кішкентай. Сол сияқты қылсаңдар, мынау енді бұл өз бөлік бір жазуда сол R деген R. Бірақ мынау қазір оның қалай дауыстайтын қазір айтып береміз. Мынау R дейді. Ой, мынау ішіндегісі бала сөйтіп қамалып отыр деген сөз. Сөйтіп 4 дегенді сөйтіп жаттап алып болады да, 4 бұрышта. Ал енді мына 5-ке келетін болсақ, мына 5 деген мынандай бір 5. Бұл мынау немістің кресіне ұқсайды, бірақ енді біреулер бүйтіп жаңағы былай үстеме жазып 5-ке ұқсатады да сөйтіп. Сөйтіп те жаттауға болады мына 5-ті. 1, 2, 3, 4, 5 болады. Сөйтіп 5 сызықтан 1, 2, 3, 4, 5 деп біреулер сөйтіп те жаттайды. Сондықтан енді әңгіме әдісте ғой, әдісте. Бұл мысалға былай қараған кезде бірден жаттап алу да оңай емес.
Ал мейлі, әрі қарай кетейік. 6 деген мынандай. Негізінен бұл кілттерге байланысты да, кілті бар өздерінің. Мысалға мынаны кірішке дейді. Қақпақ қой. Қақпақ. Мынау ұстайтын несі. Бұл кілт дейді бұны. Сондықтан мынау бір қақпақ. Алтын ар жағынан мынау мен мынаны әкең мұрты деймін. Мұрт. Біреулер мұрттар болады мынада. Мұрын. Мұрын. Бірақ мынау ортасы өспейді. Осындай болып келеді. Біреулердің мұрттары. Сондықтан енді мұрт деймін әкең. Бірақ енді бұл бір жағынан мұрт, бір жағынан 8 дегенді білдіреді. Мейл. Бастарыңды нетпей қойын, енді кішкене жағы мынау ұқсатып. Енді 6 дейді, 6. Алтын енді осылай енді. Жаттау керекті. Тағы да бір сызайық. 6 деген мынау. Ал енді 7 деген мынандай. 7 деген мынандай. Бірақ мынаны бұлай төңкерсек та, бұлай. Төңкерсек. Дәл өзіміздің 7 болып шыға келеді да, сондықтан 7-ні жаттау оңайлау. Бірақ бұл негізінен араб цифрынан келген емес. Бұл өзі сондай. Ба деген жаңа айттық қой, 8 деген. 8 әкесінің мұрты. Мұны бейт. Ортасы өспейтін мұрт. Негізінен бұны бұлай да жазады. Бұлай бір-біріне шығып кеткен. Бірақ бұл басқа жазуды басқа белгіні білдіріп ұқсап кетеді. Сондықтан мен балаларға бермеймін. Сөйтіп әке ортасы, екі мұрттың ортасы өспейтіндей. Сондай әкең мұрты деп айтамын. Ал енді 9-ға келетін болсақ, мына жаңағы еңбектеп жүрген балаға ұқсайды. 9 айында еңбектеп жүрген бала мынау қолын бейт көтеріп бірдеңкеге жармасып, үстел ма сөйтіп шыққысы келеді ғой. Сол сияқты. Бірақ енді шли ұзын емес мына жағы. Осындай 9 дейді. 9. Енді 10. 10-ды мына жаққа жазып тастайық. 10 міне. 10 міне. Енді 10 деген крест сияқты. Саусақтарымен де битті көрсет. 10 деп. Сөйтіп міне. Осындай цифрлар. Осымен бүгінгі тамамдайық. Мынау болса жағы мынау бүйірінде. Бұл алдында мен ойлап едім осындай. Бұл не деген сөз? Мынандай сызықтарынан тұрады жағы Қытайдың жазулары. Тағы да 15 шақтыдай бар. 15 шақтыдай. Соның бәрін жаттап алсаңдар, сол кезде жағы Қытайдың жазуында, мысалға бір не жазайықшы? Үй деген сөз. Үй, мысалға деймін да. Жаңа бітіріп тастайын деп едім мұны. Мынау үй деген сөз. Бұл жазуда артық ешқандай өзгеше бір сызықты сызуы болмайды. Бұл өзі әр нәрсесінің өзінің аттары бар, жағы сызықтардың. Сондықтан мынандай бір өзінің несі бар, кестесі.
сол кесте бойынша кестеден алып мына жаққа саласың сол нелерін, сызықтарын, арнайы сызықтар. Әр сызықтың өзінің аты бар. Ал оны қалай жаттайды? Мысалға мынау мен ылғи бір әңгімені айтып берем. Мынау үй, менде бір танысым бар еді, сол айтады, ой, мен білем дейді да, жағы Қытай жазуын. Бір конструктор, мынау Воронеж қаласынан. Сол маған айтады, ойбай, мен Қытай тілін білем. Ал үй деген мынандай болады дейді да, жағы өзі сызып жатыр сол кезде, дым да білмейді Қытай тілінен. Бірақ мен айтам, ей, сен мынауың, сен адам дегенді келтіреді. Сен ойыңды түсіндім. Сен анау бір открыткалар болушы еді, сондай бір қыстың суреті, мына жақтан бір мұржасы бар, түтін шығып тұр, сонда мынандай кішкентай үй ғана бөренеден жасалған, содан кейін мына жақта мынандай бөрененің ұштары, сөйтіп бөрене мынаны үй қылып келтіреді. Бұл орыстың үйі. Сен үйреншікті орыстың үйін салмақшысың. Ал Қытайда көбінесе жайпақ келеді, шатырлары. Олардың шатырлары жайпақ. Сондықтан сен далақтап басқа жаққа кетіп қалдың. Жайпақ болғаннан крышка деп айттым ғой, жаңағы қақпақ деп. Ол мынандай қақпақ. Ол өзі кілт. Мынау да кілт. Мынаны жаңағы шатыр дейді. Ал шатыр деген не? Мына жақта дуал, мына жақта дуал. Мына су ағып кету үшін мынандай кішкене былай ілмегін жасайсың, содан кейін су жаңбыр жауған кезде ағып кетеді ғой. Ал мынау болса, мына жаңағы кішкене көтеріңкірейсің. Деймін да, енді сондай олардікі жайпақ келеді, көбінесе жаңағы шатырлар. Содан мынау үй деген сөз, мына шатырдың астында. Ал мынау болатын болса, мынау бұл шошқа деген сөз. Ал шошқа мынау бастырманың астында, баспанада деген сөз. Бұл мысалға қыстың күні не деуші еді, шошқа балалап жатса, ол қыста жаурақ қалмас үшін, енді шошқа деп айтпайық, енді мынау не солай доңыз. Енді үй мал ғой, мал. Сол малды мысалға қозыласа үйге кіргізіп қойсың ғой, жаурақ қалмасын деп. Сол сияқты жаңағы үйдің ішінде мал болатын болса, мынандай сол кезде жағы ол үй деген сөз. Осыны үй дейді, дия дейді. Міне өзінің мағынасы бар, әрбір жағы. Сондықтан мынау әр өзінің бөліктен тұрады, мынау Қытайдың жазулары. Міне осымен бітірейік бүгінгі Қытай тілін сабағын.